кіріспе, Майнкрафт әлемінің бір бұрышында тыныш, бейбіт ауыл орналасқан еді. Ауыл тұрғындары еңбекқор, достыққа толы және бір-біріне қамқорлық көрсететін адамдар болды. Бірақ бір күні бәрі өзгерді. Ауылға темір голем келіп, тыныштықты бұзып, қорқыныш туғызды. Темір голем өз орнында қалып, ауылды жойып жібергісі келді. Бірақ осы қиындықта бір үміт пайда болды. Магнето Крафт атты батыр, темірлерді басқару қабілетімен осы қорқынышты жою үшін келді. Магнето Крафт, Майнкрафт әлеміндегі ерекше қаһарман, ол темірлерді басқару қабілетіне ие. Бір күні ол ауыл тұрғындарынан көмек сұраған хат алды. Хатта ауылда үлкен темір големнің шабуылына ұшырағаны және тұрғындардың қорқынышпен үрейде екені айтылды. Магнето Крафт уақытты босқа жібермей дереу ауылға жол тартты. Ауылға жеткенде, Магнето Крафт темір големнің тұрғындарға қауіп төндіріп жатқанын көрді. Големнің үлкен денесі темір блоктардан жасалған, және ол айналасындағы барлық заттарды жою үшін әр қадам басқан сайын жер дірілдеп, үйлер құлап жатты. Ауыл тұрғындары үй жайларынан шығып, тығылуға мәжбүр болды. Магнето Крафт големнің күшін көріп, оған қарсы тұру үшін өз қабілетін қолданды. Ол қолын көтеріп, ауаны толқытып, ауыл айналасындағы барлық темір заттарды басқара бастады. Темір блоктар, темір қылыштар, тіпті темір кендері де оның бақылауында болды. Магнето Крафт осы темір заттарды біріктіріп, големді тоқтату үшін пайдалануды шешті. Батыр големге жақындап, темір заттарды біріктіріп, големнің денесін бұзу үшін қуатты соққы жасады. Голем аздап тоқтап қалды, бірақ бәрібір өз күшін көрсетіп, қарсы тұра бастады. Магнето Крафт бұл шайқастың оңай болмайтынын түсінді. Ол барлық күшін жинап, тағы бір рет темірлерді басқарды. Бұл жолы ол големнің денесін басқаруға тырысты. Ақырында, Магнето Крафт темір големнің ішіндегі темірді басқарып, оның қозғалысын тежеді. Голем тоқтады, және батыр оны толық басқаруға алды. Магнето Крафт големді ауылдан алыс, қауіпті емес жерге апаруды шешті. Ол големді баяу жылжытып, оны ауылдан алыс бір тау асуына дейін жеткізді. Ауыл тұрғындары өздерінің батырларын қарсы алып, оның көрсеткен ерлігі үшін алғыс білдірді. Олар Магнето Крафтқа осы қиын уақытта оларға көмектескен үшін шексіз ризашылықтарын айтты. Темір голем енді қауіп төндірмейтін болды, ал ауыл тұрғындары қайтадан тыныштық пен бейбітшілікке оралды. Қорытынды: Магнето Крафт ауыл тұрғындарын құтқарып, оларды темір големнің қаупінен қорғады. Оның темірлерді басқару қабілеті оны Майнкрафт әлеміндегі ең мықты батырлардың біріне айналдырды. Бұл оқиға ауыл тұрғындарына батылдық пен достықтың маңыздылығын еске салды, және олар енді Магнето Крафтқа әрдайым сенім арта алатындарын білді.